Барлықтарыңызда бір сұрақ, не деген тоқтар өте көп. Бұл тоқтар бір заводқа жетеді ғой. Кезінде үйіміз 2-ақ тоқпен тұрды ғой дегендерге сабыр. Қазір кішігірім түсіндіріп кететін боламын. Бұл жерде 3 щит жиналды бізде. Электрический щитіміз, шатырымыздағы нагревающий кабельдер және водостоктың нагревающий кабельдеріне жеке щит жиналды. Ал үшінші щитіміз болса, бұл жерде преобразовательдер, үйіміздегі диодтар преобразовательдің көмегімен жұмсайды. Егер күйіп қалған жағдайда осы жерден ауыстыруға болады. Екінші мына жерде Wi-Fi роутеріміз болады, ал төменгіз ол видео наблюдениенің роутері болатын болады. Электрический щитімізге тоқтала кететін болсақ, щитіміз ABB 144 модульге арналған. Автоматтар сериясы Шрак. Үйімізге 3 фаза кірген. Каждый фазамызға жеке-жеке реле напряжение қойдық. Реле напряжение не үшін қойылады? Әрбір техниканы алған кезімізде ол техниканың паспортында өзінің жұмыс істеу напряжениялар принциптер көрсетіледі. Егер напряжениямыз 180 мен 240-тың аралығында болса, біздің техникамыз өзінің срок годностьін отрабатывать ететін болады. Ал егер оған напряжение жетпей немесе көбейіп кететін болса, әрине ол өзінің срок годностьін өтемейді. Екіншіден, егер бізде обрыв 0 болған жағдайда немесе скачок болған жағдайда үйіміздегі бүкіл техниканы безопасно алып қалу үшін қойылатын дүние. Әрине арзан емес, бірақ мен сіздерге кеңесімді берем. Бұл техникалар ертең бәрібір өзінің құнын 2 есе 3 есе ақтайтын болады. Сосын мұнда біз УЗУ автоматтарын қойдық. УЗУ автоматтары не үшін қойылады? УЗУ автоматтары ол сізді тоқтан қорғайтын автоматтар. 0,3 миллиампер ток утечка сіздің денеңізге кеткен кезде срабатывать етіледі. Қазіргі дизайнерский проектлермен қарасаңыздар, барлық розеткалар негізіне көбінесе от чисто пола, таза полдан 30 см биіктікте орналасады. Егер біз жоқ кезде, Құдай сақтасын, бала-шаға, тағы да басқа нәрсе, невидимка, шеге тағы да басқа нәрселерді розеткаға соғып қалып, сол жерде тоғырып, ондай да жағдайлар болған. Безопасность ол сіздің өміріңіз бұл автоматтан қымбат тұрады. Соны түсінуіміз керек. Контактор мастер включателіміз бар. Бір включательдің көмегімен үйдегі бүкіл жарық шамдарын өшіріп қоса аламыз. Келесі щитіміз бұл водостоктың щиті. Нагревающий кабельдер, ол крышамыздағы нагревающий кабельдер және водостоктағы нагревающий кабельдеріміз бар. Мына жерде өзінің көріп тұрсаңыздар -5 градус болған кезде срабатывать ететін релесімен қойдық. Бұның бір минусы, сіз бұны 24/7 включенный қалдыра алмайсыз. Не үшін? Өйткені, мысал үшін қар жауды, қар жауғаннан кейін біз заказчикке түсіндіріп кетеміз. Қар жауған көреді, ертесіне шығады, автоматын көтереді. Терморегуляторымыз срабатывать етеді, далада -5 градустан суық. Бүкіл крышамыздағы қарлардың бәрі ерейді. Водостогымыздағы қарлар ерейді кешке дейін. Кешкісін уже өшіріп қоюға кеңес береміз. Өйткені түнде қарымыз жоқ, бірақ -5 градустан төмен, бұл сіздің үйіңіздегі счетчигіңізді обматывать ете береді. Жай ғана айына сіздің төлемақыңыз өте көп келуі мүмкін. Мынандай жағдайлар болады, қыс мезгілін алсақ, 3 ай қыс болатын болса, сол 3 ай қыстың, мысалы үшін 4 күні қар болды, басқа күндері қар емес, қақаған аяз болды. Сол кезде бұлар жай босқа қосулы қалып, сіз ақшаңыз тек қана электросетке құр босқа кетпеу үшін, тек қана қар жауғанның ертесіне ғана қосылатын техника. Бұл автоматизациясы бар негізінде. Сіз вообще автоматты қоспай-ақ, ол өзінің влажностіне байланысты қар болды ма, болмады ма, бірақ ол системамен жинайтын болсақ, бұл жердегі щитіміздің бағасы 5-6 есе өсіп кететін болады. Үшінші щитімізді негізі бұл электрический щит болды. Біз бұны переделывать еттік. Бұл жерде Wi-Fi-дің роутері тұратын болады. Бүкіл RGB 40 бен розеткаларымыз осы жерде питаться ететін болады. Мына жерде видео наблюдениенің роутері жиналатын болады. Ал мына жерде біздің преобразовательдер. Бұл үйіміз хай-тек стилінде болғандықтан по периметру бізде диод подсветкалар бар крышамызда. Ал олардың преобразовательдерін бізге бір жерге жасыру керек болды. Ертең олар күйіп қалған жағдайда ауыстыру ыңғайлы болу үшін біз преобразовательдердің бәрін щитке осы жерге жинадық. Бұл тағы 3 штук қосылатын болады. Осылай бүкіл щитімізді жинап заказчигімізге тапсырдық. Кабельдер неге гофрамен жүріп жатыр? Гофрасыз жүргізуге болады ғой. Не үшін халықтың ақшасын құртып жатсыңдар, алдап жатсыңдар? Жоқ, стоп, тоқтаңыздар.
Мен гофрасыз жасамаймын емес, жасаймыз, бірақ біздің де өзіміздің талаптарымыз бар. Біз гофра, қазір біздің қолданып жатқан кабельдеріміз бұл өзімізден шығатын Қазақстанның производствосы. Негізі без гофра жасау үшін бұлар двойной изоляциямен жүреді, екі изоляциямен. Тройной изоляциялық кабельдер бар. Олар нюм деген кабель немецкий. Егер сіз нюм деген кабельді алып келсеңіз, мен сіздердің үйлеріңізді гофрасыз жасап берем. Өйткені біз кеткеннен кейін бұл объектіге қандай строитель келеді, мен оны білмеймін, профессионал келе ме, басқа біреу келе ме. Мынандай жағдайлар болып жатады. Профильдерді қаққан кезде без гофра өткен кабельдерімізді қысып қалып жатады. Ол повреждение, ол өзінің характеристикасын құртты деген. Сол үшін біз өзіміздің жұмысымызға уверенно болып кету үшін, алдағы уақытта осындай форс-мажорлар болмау үшін мен әрқашанда өзімнің жұмысымды гофрамен жасаймын. Енді қараңыздар, біздің мына гофрамыз 120 теңге тұрады, кабеліміз 300 теңге тұрады. Ол 420 теңгеге айналады. Ал егер сіз нюм кабелін алатын болсаңыз, тройной изоляциямен, оның 1 метр 800 теңге болады. Түсіндіңіз бе, біз қай жағынан экономдап жатқан? Гофрасыз жасауға болады, бірақ ол кабель қымбат кабель негіз. Ал біздің қазір ВВГ НГ-ЛС тип А дегендерді мен өзім өз басым гарантиямды беру үшін оларды обязательно гофрамен жүргізуім қажет. Соны түсінейік ағайын. Қараңыздар, розеткалардың барлығын біз қалай тексереміз? Біз тестермен де 220 бар еген көрсетуімізге болады, бірақ әрқашанда бізге көмекке келетін мынау атамыздан қалған патронмен лампочка. Осылай мына жерде бізде фартугымыз, бұл жерде төсектің екі шетіндегі проходной включательден розеткаларымыз. Көрген болсаңыздар, бірінші розеткамызда питание бар, көрсетеміз. Екінші розеткамызда да питание бар, көрсетеміз. Ары қарай бұл жерде бұл электрошторларымыз бар, Алисаның көмегімен. Өткен көрсеңіздер, үйіміз хай-тек сеней, потолоктары биік. Бұл жерге электрошторымен қойсаңыз өте керемет болады. Дұрыс дизайнер қойған. Біз соны питанияларын қалдырып кеткенбіз. Қазір соларды проверка жасап тексеретін боламыз осылай. Әрқашанда кондиционеріміз распред коробкадан келмейді. Ол шеттен жеке бір автоматтан 16 амперге арналған автоматтан шығып, прямо осы жерде ешқандай соединениесіз келетін болады. Қараңыздар, кондиционерлерімізде жұмыс істеп тұр. Заказчигімізді тексеріп болғаннан соң, мынандай изолентаны көмегімен біз олардың барлығын бір-бір орап жауып кететін боламыз. Ол неге? Өйткені ертең бұл жерде бізден кейін басқа да бір строительдер келіп жатады, тоққа түсіп жатады, тағы да басқа дүние болып жатады. Сол үшін әрқашанда тағы да айтам, ол қауіпсіздік, безопасность ағайын. Негізі кейбір подразделениелерде өздерінің крышкалары бар. Енді бұл Шнайдердің бұл сериясында крышкалар жоқ, бірақ алдағы объектілерімізде осы крышкалармен бірге подразделениелер қоятын. Біз қазір тексердік, бұл бөлмемізде барлығы жанып тұр, барлығы қосулы тұр, істеп тұр. Енді не істейміз? Уверенбіз, біздің распред коробкамыз 100% дұрыс жиналған. Енді осыны пайкалау әдісі басталатын болады. Көргендеріңіздей, распред коробкамыздың барлығын гильзовка жасап, термостаткамен кигізіп, оның бәрін жауып қойдық. Бұл распред коробкаларымыз келесі ремонтқа дейін ашылмайды, біз оған кепілдік береміз. Сіздерде сұрақ бар шығар, неге қымбат жасайсыздар? Не үшін сіздің услугаларыңыз қымбат? Сіз нәрсені түсініңіз, егер біз сіздің үйіңізге келіп жасайтын болсақ, сіздің үйіңізде тоқтан алдағы уақытта бірде-бір проблема болмайды, біз оған кепілдік береміз.